Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге красный бархтың пирожныйының жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп алуды және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып өз пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай кішкене көпіршіп, қанты жақсы ерігеннен кейін ертілген сармайды саламыз. Сармайды ыстық күйінде салмау керек. Кейіннен сұйық май қоямыз. Кішкене араластырып жібереміз. Енді барлығы араласқаннан кейін құрғақ заттарды біріктіреміз. Какао, қопсытқыш және соданы салып, дәл осы видеодағыдай барлығын жақсылап араластырамыз. Бояуды айранға құямыз. 1 шай қасық бояуды айранға құйып, жақсылап араластырамыз. Осындай қызыл түске енеді. Бояу қосқан айранның кішкене бөлігін құйып, ұнды, жаңағы құрғақ қоспаларды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Осылай бөліп кезекпен аз ғана құйып отырып, жақсылап миксерлейміз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек, барлығы бірдей араласуы керек. Ешқандай түйіршік қалмай, жақсылап араластырып алған соң, осындай формаға саламыз. Дәл осындай формадан 4 штук пирожный шығады. Көз мөлшермен өлшеп салсаңыздар болады. Осылай барлығын бірдей қылып жағып шығамыз. Бұндай күрекше болмаса, қасықтың көмегімен де жағып шықсаңыздар болады. 180 градуста пісіріп алдым, өте тез піседі. Пирожныйды пісірерде міндетті түрде астына пергамент қағаз төсейміз. Және мен осындай түрінде жасадым. Бұны жасау үшін жай ғана мешокқа салып, дәл осылай домалақ күйінде жасасаңыздар болады. Бұны да дәл солай қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар, өте тез піседі. Біздің пирожныйдың корждары дайын болды. Енді арасына крем жағып жасай берсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Және менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де түсінбеген жеріңізді комментарийге жазыңыз, міндетті түрде жауап беретін боламын. Тіркеліп болған соң, қасындағы қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз.